Сәлеметсіздер ме? Мен екінші қалалық емхана психологы Атажан Темирханова Меруерт Бұраханқызы. Қазақстанның әрбір азаматы тегін медициналық көмек алады. Яғни оны біз кепілді көлемдегі тегін медициналық көмек деп атаймыз. ККТМК. ККТМК бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының азаматтарына, қандастарға, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға ұсынылады. Барынша дәлелденген тиімді профилактикалық, диагностикалық және емдік медициналық қызметтерді, сондай-ақ дәрілік көмек. ККТМК мыналарды қамтиды: туберкулезбен ауыратын және туберкулезбен ауырған науқастарды қалпына келтіру емі мен медициналық оңалтуды қоса алғанда мамандандырылған медициналық көмек көрсету. Шұғыл төтенше жағдайларда пайда болатын ауруларға байланысты медициналық көмек көрсету. Сот медициналық сараптамасы. Медициналық санитариялық алғашқы көмек әлеуметтік маңызы бар аурулар, инфекциялық аурулар және айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулар кезінде, динамикалық байқауға жататын созылмалы аурулар кезінде алғашқы медициналық санитариялық көмек мамандарының жолдамасы бойынша мамандандырылған емханалар жүзеге асыратын консультациялық диагностикалық көмек. Жедел және шұғыл көмек көрсету. Стационарлық медициналық көмек, оның ішінде оңалту, ересектер мен балаларға. Шұғыл көмек көрсетуді қоса алғанда әлеуметтік маңызы бар аурулар, инфекциялық аурулар және айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулар алғашқы медициналық санитариялық көмек мамандарының жолдамасы бойынша динамикалық бақылауға жататын созылмалы аурулар кезінде жоспарлы көмек көрсету. Орфандық аурулар емдеу. Тегін және жеңілдікпен қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар тізбесіне сәйкес стационарлық және стационарды алмастыратын жағдайларда жедел медициналық көмек көрсету кезінде. Қарсы профилактикалық егулер жүргізілетін аурулар кезінде бастапқы медициналық санитариялық көмек көрсету кезінде, амбулаториялық жағдайларда алғашқы медициналық санитариялық көмек көрсету кезінде дәрілік қамтамасыз ету. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.